Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Шоколадты жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Сондықтан шоколадты көп жеуден сақ болыңыз. Шоколадта тәуелділік туғызатын субстанциялардан тұрады. Қанттан және қоздырушы субстанциялардан, яғни кофеин сияқты басқа шоколадтың құрамында көптеген майлар бар. Сондықтан шоколадтық тәуелділік семіздікке алып келетінде таңданбаңыз. Ең бастысы, сіз шоколад әуесқойлардың қандай түріне жататыныңызды білу үшін бірнеше сұрақтарға жауап беруіңіз қажет. Шоколадты тәуелділіктердің түрлері. Арманшыл түр. Олар үшін шоколад махаббаттың орнын алмастырушы. Жасырын тәтті тамақты сүйетін түр. Олар қауымда шоколад жеуден бас тартады, бірақ оларды үй жағдайында көп жейді. Ермек іздеушілер түрі. Шоколадты күйзелісте немесе өмірден түңілген кезінде жейді. Демалысты түр. Бұлар шоколадты тек жұмыс күндерінен бос уақытта ғана өзіне жеуге рұқсат беретіндер. Қанттан тәуелді түрі. Қандайда бір тәттісіз өмір сүре алмайтындар. Осылардың әр түрі үшін әртүрлі емдеу әдістері әзірленген. Олар шоколадты жеу себебі бойынша қиыншылықтармен де әртүрлі күресу қажет. Ем-дәмнен пайда. Оның арқасында сіз неге қызығуға қарсы тұра алмайтыныңызды түсінесіз. Уақыт өте шоколад әуесқой әдетіңізді ауыстырасыз. Шоколадты өте сирек жейтін боласыз. Бұл майлар мен қолданылатын калориялар мөлшері шектелген тамақтану тәртібі. Ол шоколадпен қиыншылықтары бар адамдар қажеттілігін назарға алады. Тәтті құмарлар үшін бірінші аптаның мәзірі азанғы астан, 2 жеңіл тамақтанудан, 1 негізгі және 1 асарлықтан тұрады. Негізгісі пісірілген картоп, жемістер, көкөністер, салаттар, сонымен қатар төмен май пайызы бар ақуыз, терісі жоқ тауық, майсыздандырылған қызыл ет сияқты қоректі көмірсулар болуы қажет. Келесі аптада өзіңізге шоколадқа 150 килокалорияға дейін рұқсат беруіңізге болады. Тамақтану тәртібін қалаған нәтижемізге жетпейінше ұзақ жалғастырамыз. Ақпарат ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.